Oppo A-Fiat 2020. Бұлайынан тәкілеп шығамыз. Coffee Books. Кезекті бүгін бізде A-Fiat 2020 Oppo. Сәлеметсіздер көрермендер, Шұқылай арнасын көріп отырсыздар. Сіздермен бірге мен Дәулет. Және бізде бүгін A-Fiat 2020 Oppo блокировкаға түсіп қалған. Және оны бұлай Coffee Bookспен ашып жатырмыз. Ондай Coffee MMC Toolbox осы арқылы біз некенде жерде біз оны жалғаймыз. USB-ін соғамыз түбіне. Және жерде жарата алатын экран және төменгі нижний платаны жалғайтын сымын жалғап қоямыз. Сымда тартылған бізде. Отекі мына бөлігін Coffee Bookстың бастапқы, яғни ең басты аппаратына жалғаймыз. Яғни главный дейміз ғой. Отекі шнурын жалғап қоямыз. Отекі сіздер мына жерде Coffee Bookста Direct MMC ASP деген қосамыз да бақамыз. Және ол бізгін қай жерге қалай тұрады, не тұрады, соның бәрін көрсететін жерде. Одан кейін Identify MMC деген басамыз. Және күтеміз. ECC not properly деп шыға береді. Не жерде көп қатеттер шығуы мүмкін. File it деп шыға береді осылай. Бірақ оған қарамастан қайта бұлай басып қолданамыз, біз баса береміз. Жарайды онда. USB-дан қайта суып қоямыз телефонын. Coffee Books қайтадан жасаймыз. Auto деген қойып қойып қазір біз. Жаңа біз өзгерткен болатынбыз. Одан кейін мынаны Oppoға таңдаймыз қайтадан. Мына жердегі жоғалу керек. Біз бұның блокировкасын уже ашып қойдық негізі. Мінекей енді кетті. Көрдіңіздер ме? Мына жерден алып тастадық, сосын барып өзі анықтады. Одан кейін мынандай болып шығатын екен, қараңыздар. Samsung Mobile, яғни мына процессордың ба несі екен? Моделі екен былай айтқанда, Samsung-тан шығып тұр. Енді біз бұл жерден User Earlier Part дегенге басамыз. Одан кейін ол бізден мынандай бөліктер шығады. Және осы жерден специал Task деген басамыз. Одан кейін Oppo Master Clear деген таңдаймыз. Және ол жерден Wipe Data, Up Data деген таңдасақ, телефон бізде толықтай блокировкасы батқанда пин-код ашылады, бірақ ішінде суретпен видеосы өшпейді. Мінекей, Oppo'ны осылай ашуға болады екен. Осыған басамыз, күтеміз. Қазір, мінекей, Done. Егер мына жерде сіздер Done болмай файл болып қалып жатса, жаңағы біз мына жерден Auto деген тұрды ғой. Мінекей, Auto. Осы жерден 24-48 деген сияқты ауыстырып көресіздер. Бірақ сонда да болмаса, онда сіздердің мына жерде мына сымдардан не болады? X болады, немесе былай болады. Яғни сым дұрыс жалғанбағаннан мына жерде Done деп шықпайды, файл деп шықпайды. Мына Done деген готово, яғни пин-код ашылды деген сөз. Осылай ішіндегі сурет, фото мен видеоларын өшірмей ашуға болады екен. Қазір енді результат қандай болды екен көреміз. Мынаның барлығын алып тастаймыз қазір. Мінекей телефон қосылды бізде. Мінекей біз ажырап тастадық. Және мындай болып шығып тұр бізде. Кеңізде Next деген басып көрейік. Кескілген талдайын саламыз қазірше. Next. Және енді Wi-Fi. Және Skip деп өтіп көрейік. Және ол біздің Network'та аутентификат, яғни Protect your phone дейді. Яғни өткізбейді ол бізді. Өйткені аккаунтын сұрайды, яғни Google аккаунтқа түсіп қалады ғой. Енді біз не істейміз, оны артқа қайтамыз да, ешқандай интернетке қоспаймыз. Emergency call
немесе мына жерде жарайды қазір ағылшын тіліне ауысады бұл. Emergency call деген таңдаймыз да. Жүргізуші решетка 809 решетка. Мәлімет көріп кетейік. Software version модель 1931, яғни A5 2020 Android 10 версия. Жарайды, мәліметін көрдік. Emergency call жүргізуші решетка 813 решетка. Мен телефон ашылды бізде. Енді settings, about phone. Және опа, опять 2020 мінекей. Енді кеңіздер фотос деген кіріп көрсек. Great, hello. Және мен жерде мінекей фотолар шығып жатыр бізде. Альбом. Мінекей, қанша видео мына жерде. Бұл айтқанда 1300-1400 деген сияқты. Восстановить деген бос жерін. Отправить еще раз деген оны. Так күтсем, соны күтейік. Соны күтіп тұрмын ғой просто. Іштен шықпай көріп. Жоқ. 5 минут. Бұған келмейді ғой? Жоқ, дұрыс қой, ананы күтеміз деймін сәл. Анадан жіберілген жоқ қой. Мінекей, ана жақтан клиенттер жауып жатыр. Енді бізде фото мен видео мінекей өшкен жоқ, бірақ телефон пин-кодын аштық біз аппарат арқылы. Сонымен енді біз не істейміз, келіңіздер Language регионға кірейік та, тілді ауыстырып алайық. Регион, жарайды қазірше бұны шешіп тұрамыз да, Language деген кіреміз. Ол жерден өзімізге түсінікті тіл. Қазақ тілі немесе орыс тілін таңдайсыздар. Біз қазірше орыс тілін таңдай саламыз. Don't change to Russian немесе. Регионда кейін ауыстыра бересіздер. Мінекей мына жерден өздеріңіз елдеріңіз тауып аласыздар. Мен біз Қазақстан тұр екен. Және о телефонға кіреміз. Версия Android. Жоқ қазір. Версия ядро дегенге кіреткенбіз. Және ол жерде номер сборкаға басамыз да. Және жерде находится в режиме разработчик деген шығады. Артқа қайтамыз. Дополнительные настройки. Төменге түсеміз де, ол жерден для разработчиков дегенге басамыз да. Западская разблокировка, включить деп қосып қоямыз. Қайтадан кіріп тексере салайық. Мінекей қосылып тұр. Және телефон осымен істеп тұр болды. Мінекей жаңағы оппамыз біздің. Жерге сымдар жалғанған. Сымдар жалғадық. Және осылай пин-кодын аштық. Сонымен егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Алдағы уақытта бізді көптеген қызықты мәліметтер, видеолар күтуде. Және қандай телефонға байланысты видео түсіргенімізді қалайсыздар. Соған да жазып кетіңіздер комментарияға. Шұқылай арнасында әрдайым қарап отырыңыздар. Сау болыңыздар.